Бейсенбай нағашым айтшалған. Барсам, көкті бақтан ән ортада тұрды, адам жоқ. Сыртта жаңағы тыныштыққа жүр екен. Бардым да жаңағы шетінен бүйтіп ауыз бетіне табақты көтеріп кеттім. Алып кетейін дегенім жоқ. Тыныштық бақырып, мана бір әйел келіп етті алып кетті, мама деп, ол мені әрештің үйінде екен. Содан жаңағы нағашым да шықты, Секеңде, Әмірхан да шықты. Ойбай, оғыздан жаңағы бір табақ етпен құтқызақ болды, алып кете берсін, үндеме дейді жаңағы. Сөйткен нағашылар, оны мен алып кеттім нағылайын. Жаңағы апарып қойып кеттім, ой, нағыз бажылдамадың, оны басқа алып кетейін дегенім дедім дәлбесін. Айтты. Сіздің мынау Жиен апамыз деген мынадан бері әдемі естеліктер айтып жатыр. Әрі қарай жалғастырсын деп мынау шайды ішіп алдық. Бұл жолғы деген көкең жасаған садақасына деген қаншама адам болды, өте көп болды адам деген. Бұрын 1-2 поток болатын, бұл 3 поток шай іштік. Ал Алла қабыл етсін. Әмин. Ал ойыңызды айтыңыз, жеңше шашақ болсын. Елеп жеп жатсын, ұрпағы өссін, өнсін. Тілекшіміз бір уақытта еркелеп өскен нағашыларымызы әрқайсының мойнына. Шешеміз сыйлы болғасын ба білмеймін, жаңағы нағашыларымыздың бәрі бөтен емес сияқты. Жаңағы Қонарбаевтар дегенде, нағашың кім дегенде, Томарбаевтар да менің нағашым деп қойған. Тыңдаңа, әже апаларының аман құсап, Гүлсімнің баласы да. Нағашың кім десе, дүкен деп айтады, сол айтқан, дүкен деп айтады дейді. Ұмытып қалған. База дейді. Дүкен деп айтады дейді. Ол кішкентай қыз жүрген ғой, біз үлкен ғой. Ол кішірейтіп берген ғой. Ол да жақсы екен. Сөйтіп айтсаңыз. Өскен адамдар едік, бәрі де көз көрген кетті. Нағашы дегеннен ең жақын адам нағашы ғой. Мінекі отырған көрдің бе, мына құдағайды бәрі кімге жабысы бар? Иә, құдағайды. Нағашын жабысы бар. Нағашы жақын. Ең жақын ғой енді. Болмаса бармайды ғой, көрдің бе? Өзінің туғаннан кейін нағашысы ғой енді, көретін. Иә. Мойнына сіліп еркелеп жүрген нағашыларымыз ғой бәрі. Бұнай жамандығын көрген емес қой. Құда тек жаңа бірақ Баян апама қарсы болды ғой. Жындыбаян жұмсап қояды деп мына Василий менен Моншақ деген қыз. Нән сөңкісін алып дардай қыз, дардай бала. Кіріп қойып қалды. Жындыбаян жұмсап қояды. Таста. Мына сөңкін лақтырып жіберді. Мына алымның артына екеуге алып жата кетеді. Моншақ менен Василий. Туышқан қыз қазір. Ой, Моншақ деген әңгімені айтқаннан оғды. Ой, әңгімені салдыратады. Аналарда емес, ашық. Иә, ашық. Араласа білетін қыз ол. Иә, сол жақсы. Ақ көңіл, иә, бауырмал. Нағашыларымыз деп тұрады. Бақша күнінде. Көрген жерде құшақтап тек амандасып сөйтіп атады. Анам той жасады бар. Нағашым базар жаңай дейді ғой. Шақырды, баста бір тойға бітісіп шақырды жоқ. Бұл соңында баста бір тойға шақырып кетіп қалдық. Сіз бардыңыз ғой? Асқардың үй той жасағанда. Жоқ. Неге? Амантай Алматыда болды ол кесе. Қайда? Амантай Алматыда болған кесе болды. Иә. Айдап сөйлеп суылдап жатыр екен, мен айттым. Жәкеңнің тілі келіпті ғой мынаған деп сөйдедім. Сосын, сол жұрттың бәрі айтады Жәкеңнің тілі деп. Манағы. Әңгімені суылдатып айтып жатыр. Асқардың үй тойында. Жақсы айтады әңгіме. Әңгімені жақсы айтады. Мына Жәкеңнің тілі мынаған қалған екен дейім ғой мен. Дұрыс қой, жеңге. Нағашыны аузын тастамайды. Иә. Шешем айтып кетті ғой. Туған ағашыларын ерген деп айтып кетті. Туған ағашыларын ерген деп айтып кетті дейді. Ерген жамбыл. Кәкеңді арамызда қалдырмайды. Иә. Жақсы ғой балдар, бәрі де көргенде апалап сөйтіп атады қыздар. Балдар да жақсы. Сал. Мамаңыз үйретті деп айттыңыз ғой, ем жасауды. Қалай үйретті? Мамам ем жасады, ем жасағанда. Үйреніп ал, шырағым, өнемейін жас болып жүрмейсің, бала шағаң болады. Солатта өзіңнің кішкене білгенің жақсы деп адам ұшықтайтынды. Сосын малды да ұшықтады ол, малды да мысалы. Иә. Сосын жаңағы
мына жас босанған адамдардың емшегіскенді тек момент жазады, сол емшегі алап болып қызыл болып сөйтіп жаңағы сөйтіп келеді ғой. Соны осы ағаш қасықпенен істеп жатқан мен тіпті соны жаспыз ғой, дайымама қойшы, маған соны адам ем деп отырам ба, мен біреуге үфі деп отырам ба деп күліп жаңағы қабылдамадым. Ой, бар болғыр, үйренгенің жақсы, оның қатесі жоқ деп жаңағы сөйлейді. Сосын осы жаңағы емшеген аптағанды көрсетіп еді, соны бір сарғасықпенен бірден айтуыр. Жаңағы ағаш қасықпенен. Соны менен мана ішіп тұрған емшекті бүйтіп нетеді жаңағы. Оның айтатын несі бар шығар, бірден оқитын шығар, білмеймін айту. Оны көрсеткені оны ұқпай қалдым. Сосын мұңала шоғаттайды дейтін бар екен. Мұңала шоқты кез келген адам, ауырған адам, мысалы бір кейде ұйықтамай, бір желдірмештені бауыратын адамдар болады ғой. Сондайды істейтін болу керек, оны ораның ортасына бүйтіп күрек қылып сыздыртады. Сосын сол күректі бүйтіп крест қылып қосу таңбасы салады, сосын соның үстіне от жағады, жаңағы кресттің ортасына от жағады да, оның үстіне жаңағы тұз салады, тұз шытыр-шытыр етеді. Сондықтан мына ауырған адам, мынадан былай қарай, кресттің бойына аттайды. Соның мен оңынан солға аттайтын, солдан оңға аттайтын ұқпай қалып отырмын. Маған соны жасады маған, аттанып. Сосын жеті жіп, толысып ба, шуда жіп. Соны мен істейді. Сосын мына балдардың екқабат әйелдің жүгініп кеткендерін істейді. Көтертетін, толқытатын несіне. Оңға теріс бастайтын бұл. Қойды ұштайтын алды дейді. Қойды болды, мына баяғы қойларда бір ауырып қалады ғой. Солақта қойды манағы сойып атқан қылады да, мына пышақтың сыртымен өтірік ірейді да. Терісіне өтірік ірейді дейді. Сонда сома жазылып кетеді. Бүйтіп мана пышақтың сыртымен маузайды, бүйтіп өтірік. Бүйтіп сосын мана серақтарынан бұрын сойып атқан қылып бүйтіп ірейді. Оны көрдім. Соны малтырып кетеді. Сөйтіп істейтін еді. қарамаймын. Жасалатса да қарамаймын. Иә, қарамай жастықпенен білмеймін. Мен кеудеден көп ауырдым. Кеудеде көп ауырдым. 2 рет операция аттым. Емшем көп ауырды. 2 рет операция аттым. Мен постоянно ісіп қалады, дәметіп қалады, сәл затқа. Мен емшем көп ауырды. Дәметіп қалады. 2 рет операция болды ғой, папам қайтыс болған кезде мынау деген жаман болды ғой. Кәке қайтқан уақытта, дәл кәкенің мына кеудесінде шешік болды ғой, қайтқан уақытында. Сол қайтқан уақытта дәл менде сондай шешік болды, дәл кеудемде осымен, дәл кәкенің орнында, дәл осымен. Бала туып бардық қой, сразу больницадан шыққан кезде кәкеге ас қойдыртам деп кеуіп. Сон барып, сол жаққа барды, кәкені көргем сол кезде. Мына кеудесінен мынандай шешік болды, әмә дедім де, сосын кетіп қалғанбыз. Артынан кәке қайтқан уақытта мен өзім сол емшегім ісіп кетіп, мына жерде шешік болды, дәл сондай. Артынан операция алдық операция. Содан кейін де дәметіп қалады. Любой затқа құрып қалып бітті дәметіп қалады. Артынан Нұрияда ма кестіретін? Мына. Үлкенімде кестірттім, сосын жақында мына кішкентайды кестірттім. Мына Нұрия деген 4-шісін босанғанда. Бір айында. Қатып қалады қайтадан айтасың. Онда да ауырдың ба? Онда қатып қалады, жібермейді. Қатты ісіп кетті. Салқын болып кетті, мынада кішкентайда. Амал жоқ. Бармаймыз, барып. Тоғыл отырсың ба де? Салқын жоқ. Бір күні гречка дәметіп қалған ғой тақта. Гречка жегім кетті да, қош құрсыншы артынан жерім дедім де, пісірмей еріп тастайын. Уже келесі күні кеудем ісіп кетіп, сосын барып гречка пісіріп жедім. Дәметіп қалады. Сондай. Бір күні біреудің машинасында кетіп баттық таксист, ата. Шаш шетпегі тұр ғой, жегім келіп барады, ата кешіресің, дәмететін бар. Шетпегіңді бере қойшы деп оны сұрап алдым. Өзіңе белгілі болғасын соны істеу керек қой. Сұрап алады соны. Бір қатар адам жаңағы
дәметпей тұрады ғой, сонда да емшек дәметеді дейді ғой. Сондай ғой, сосын көзіме түсті. сізге ұқсаған екен ғой Эльмира деген. Екі рет көшеге барып біреу айтты. Барған үйімнен нанды алда емшегі тегізіп жеді. Үйге келдім, сұрап емшегі шықты. Екі рет көшеге. Жаңағы нан алып тиме шықтым ау дедім. Адам ойын алатын боласың, сондай болатын болып тұр ғой. Алмасаң да болады. Алдым, бір рет алмадым. Жоқ, өзі ойын алмаса да емшек дәметеді. Емшек дәметеді дейді ғой. Тамырдың бойы ғой кілең. 62 тамырдың. Нан тигізіп көшеден Плитаны ұстайды дейді. Плитаға тұрып. Жаңа ұмытып келдіңдер, жаңа үйде бар ғой.